оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерді бірінші топқа бөліп аламын. Бірінші қатар, мына жақта бірінші топ, екінші топ бөліп қойдым. Мына жерге келіп, әркім өзінің тобын таңдайды. Мына жерге 0 немесе 1-ден таңдаймыз. Мақсат келді. Жақсы, барамын. Бірінші топ, яғни өзің орнында отыра бересің. Келе береміз. Жайлап бірінші топтан келе беріңдер. Сен де бірінші топ, жақсы, мақсат келе ал. Алиха келе ал. Алихан екінші топқа отырамыз. Жақсы, келе береміз. Келесі екінші топқа бір орын ала бер, қыздар жайлап келе беріңдерсіңдер. Қадыржан екінші топқа құралдарды алып, екінші топқа отыра ғой. Сағынай екінші топ, шуламаймыз. Шуламай. Екінші топ. Екінші топ. Екінші топта қала бересің. Бірінші топта. Бірінші топ мұнжақ қой қыздар. Бір мұнжақ, екі мұнжақ. Екінші топта отыра бересің. Үстен бір бас деп. Так, екінші топта қаламыз. Жақсы балалар, біздер енді топқа бөлініп алдық та. Бірінші топ, мына жақ, мына қатар, екінші топ. Енді сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге бағалау парағын ұсынамын. Яғни бұл бағалау парағында не белгіленеді? Біздің бүгінгі сабақта толық жинаған ұпайымызды әркім өзі осы бағалау парағына жазып отырады. Түсіндіңдер ме? Мына сыртында пәні және аты деп тұр, аттарын жазасыңдар. Сосын бұны ашқан кезде мына жерде тапсырмалар тұр. Бірінші үй тапсырмасы, содан топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс деген бар. Соларға қанша ұпай аласың, мен айтарым, бірдеңе 1 ұпай, 2 ұпай деп, соны өздерің жерге жазып отырсыңдар. Түсіндіңдер ме? Ең сонда барлық ұпай деген жерге неше ұпай жинады, соны мына жерге жазып маған тапсырасыңдар. Түсіндіңдер ме? Сол бойынша бүгін не істейміз? Баға аламыз. Тез жаза қойыңдар, сырттарын, аттарын жазын. Сосын ішін ашып бір қарап жіберіңдер. Сыртына аттарын жазын, сыныптарын жазын. Енді сендер жаңа қалыптастырушы бағалау 10 балдық жүйеден тұрады ғой, білеміз ғой бәрімізді. Бүгін біз бағалау 15-14 ұпай жинауымыз керек екен. Осы 4 тапсырманың 14 ұпайды толық жинаған оқушы 10 ұпай жинайды. Түсіндіңдер ме? Яғни 10 балл дегеніміз не? 5 деген сөз ғой. Сол сияқты 14 ұпай жинауға тырысайық. Түсіндіңдер ме? Аттарын жазын, сосын өздерің каждый әр тапсырмадан кейін өздерің ұпайларını өздерің қойып отырасыңдар. Түсіндіңдер ғой, да? Жақсы. Келесі енді үй тапсырмасын сұрап жүрейін. Үй тапсырмасын сұрау үшін сіздердің соткелеріңізге Word платформасына сілтеме жібердім. Соған кіріп, кешегі өткен тақырыпты, алдыңғы тақырыпты соны орындап жіберейік бірінші. Ал тез кіреміз, балымызды жазамыздар. Жаңа сілтемеге кіріп, мен жіберген. Жақсы болар. Барлығымыз кірдік па сілтемеге? Енді осы сілтемеге 8 сұрақ берген, сол сұраққа жауап бере қойыңыздар. Тез. Мақсат сен компьютерді оқиды. Алихан, сенге соны тапсыр. Қадыржан, сенде. Жақсы, неше ұпай жинады? Кім неше ұпай жинады? Аяқтағандар бар ма? Неше? 7 деп жазамыз. Жаңа бағалау парағымыздағы, неше жинадың сен? 4 деп жаз.
4, 7, неше? 8, иә. Молодец, 8. Жазамыз. Баға опырамын. Кімдікі мұны? Молодец, 6 деп жазамын мен. Жақсы. Өте жақсы. Бәріміз ұпайларымыз жақсы қоды, дауыстарын шығарып. Так, келесі енді балалар. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз. Жаңа сабаққа көшпес бұрын сендерге Айдар деген роботты таныстырып беріп отыр. Барлығын тыңдайықшы. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің есімім Айдар. Біз бүгін ерекше саяхатқа шығамыз. Бұл компьютерлер мен роботтар өмір сүретін санды ғаламшар. Бірақ бұл ғаламшардың тұрғындары тек 2 таңбамен сөйлейді, 0 және 1. Біз солардың тілін үйреніп тапсырмаларды орындасақ қана ғаламшарға кіре аламыз. Бірге атсалысайық. Не қылдайды балалар? Бұл санды қандай ғаламшар дейді? Санды ғаламшар дейді. Ол жақта тек қана таңбамен жүреді дейді. 0 және 1 таңбалармен жүреді дейді. Жақсы. Енді сол ғаламшарға кіруге не істейді? Бірге атсалысайық дейді. Жақсы. Келесі. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Енді екілік ақпарат, бүгінгі тақырып 0 және 1. Екілік ақпарат, тактиліміз ашамыз. Екілік ақпаратты ұсыну. Екілік ақпарат дегеніміз 0 және 1-лерден тұрады. Сол сандық ғаламшарға барып, тапсырмаларды орындап, ғаламшарды естиміз. Ғаламшарға кіре алудың мүмкіндігін қарастырамыз. Бүгінгі күні жазылған 10-10 ай 2025 екілік ақпаратты ұсыну. Жазық па? Енді мұқият тақтаға қарап тыңдаймыз. Ақпараттарды компьютерге қалай білеміз? Компьютерге барлық ақпарат дабыл, сигнал түрінде ұсынылады. Ақпаратты компьютерге жазу үшін компьютердегі әрбір белгі, әріп немесе сан, дыбыс немесе видео дабылдар түріне аударылуы керек. Мұндағы 0 мен 1 бит деп аталады. Оларды жай екілік таңбалар деп атайды. Ақпаратты екілік кодпен көрсету үшін құрылғы 2 күйді ажыратып білу керек. Мысалы, 1 құрылғыда тоқ барын, ал 0 жоғын, немесе 1 жоғары екенін, 0 төмен екендігін білдіреді. Суретте ақ қара кескін, 0 ақ тұрғыз, 1 қара тұрғыз. Кодтар мен кодтау жүйесінің көптеген түрлері бар. Оларды ұсыну тәсілдеріне қарай 3 топқа бөлуге болады. Ақпаратты кодтау әдістері: сандық әдіс, символдық әдіс, графикалық әдіс. Екілік таңба дегенне ақпараттың шөлемін анықтау үшін ақпараттың өлшем бірлігі бит қолданылады. Бит ағылшын тіліндегі бинарий екілік таңба деген қысқарған сөз. Әдетте компьютер жадындағы деректер, ақпараттар, командалар жекелеген биттермен емес, топтасқан 8 бит өлшемімен жазылады. Тізбектелген 8 бит 1 байт өлшемін құрайды. Суретте мәтіндегі ақпарат көлемін санау. Бұл жерде ақпарат сөзі бір әріп 1 байтқа тең. Яғни барлығы 7 символ 7 байтқа тең. 7 байтты 8-ге бөлсеңіз 56 бит болады. Ақпаратты кодтау кезінде компьютерде екілік код қолданылады. Екілік алфавитті қолдану арқылы ақпаратты ұсыну екілік кодтау деп аталады. Екілік кодта 0 және 1 символдар ғана қолданылады. Символдардың кодталу комбинацияларының
жиынтығын кодтау кестесі деп те атайды. Есептеуіш техникасында ең көп пайдаланылатын код ASCII коды. Америкалық ақпарат алмасудың стандартты коды болып табылады. ASCII жүйесінде негізгі және кеңейтілген екі кодтау кестелері бекітілген. Негізгі кестеде 0-ден 127-ге дейінгі кодтар мәні, ал кеңейтілген кестеде 128-ден 255-ге дейінгі символдар коды келтірілген. Алғашқы 30 код 0-ден 18-ге дейінгі символдарға емес, амалдарға, жол тасымалдау, бос орын негізу және тағы басқаларға бөлінген. ASCII кодының таблицасы. Хабардың ақпараттық көлемі бит немесе байтта өлшенетін, оның ұзындығы 1 байт 8 битке тең, 1 килобайт 1024 байтқа тең, 1 мегабайт 1024 килобайтқа тең, 1 гигабайт 1024 мегабайтқа тең. Міне қыз балалар, саусақтар мен сандар арасындағы байланыс не замандардан бері бар. Тіпті қазір жиі қолданылатын египет сөзі саусақ, сан деген ұғымдарды білдіреді. Жақсы балдар. Енді екілік ақпарат нелерді қандай саннан тұрады дейді балдар? 0 және 1-ден тұрады дейді. Бұл екілік ақпаратты ұсынатын 0 және 1 деген таңдау. Екілік код дегеніміз яғни тек екі сан қолданылады. Яғни 1 дегенде сигнал бар дегенді білдіреді, 0 дегенде сигнал жоқ дегенді білдіреді. Бұл компьютердегі салынған ақпараттар туралы. Яғни компьютер тілі, яғни машиналар осы тілде сөйлейді. Яғни біздің ноутбукқа берген барлық мәліметтеріміз бар ғой, ол өзіне қабылдаған кезде тек қана 0101 деген кодпен ғана өзіне қабылдайды. Түсініңдер ме? Ақпарат тілі барлық деректерді кодтай алады екен. Жақсы. Келесі, екілік кодтың күнделікті өмірде қолданылуы, яғни QR кодты білеміз бе балдар? Иә. QR код деген бар, яғни бұлда екілік ақпарат қолданылады. Сосын штрих кодтар, кәдімгі мысалы дүкендерде, қалалық жерлерде көбіне болады. Солар штрих кодтар, тамақтардың ценасын жазып қояды ғой, соның бәрі соларда жазылады. Сосын сандық, яғни уақыт көрсету, есептеу сағаттарында күнделікті өмірде осы екілік ақпарат ұсынылады. Түсіндіңдер ме? Қолданылады осы неде. Түсіндік қой бүгінгі сабақты. Сосын ASCII коды деген кітабымызды ашарсы. Кітабымыздың бүгінгі сабақта 27-ші бетті ашыншы. Сол жерде 3-ші кесте берілген. Қараңыз, 27-ші бетте ASCII коды деген көріп тұрмыз ба балдар? Бұл байын біздегі код. Мына жерде символдар берілген. Екілік код. Бүгін өткен деп атқанымыз не? Екілік, ондық деп тұр ғой. Бүгін сол біз екілік кодты өтіп жатырмыз. Түсіндіңдер ме? Мына жерде символ берілсе, мұның қасында біздің екілік кодымыздың сандары берілген. Түсіндіңдер ме? Бұл өзгермейтін символдар. Осы арқылы тапсырмалар өтеміз енді. Енді келесі біздің Айдар роботымыз тапсырма беретін, соған мұқият тыңдаймыз. Оқушылар бұл мәдени мұра аялдамасы бұл бекетте қазақтың салт дәстүрлері сақталған, бірақ олар екілік код түрінде жазылған. Сол кодтарды шешсек, дәстүр қайта жанданады. Не балдар? Бұл салт дәстүр аялдамасы дейді. Салт дәстүр аялдамасына келіп тұрмыз, яғни бұл жерде қазақтың салт дәстүрлері бар, көптеген. Сол аялдамаға келіп тұрмыз, сода маған не істейді, көмектесің дейді мына тапсырманы. Яғни бұл тапсырмада жаңа екілік кодпен берілген не бар, тапсырма бар. Бірінші топқа мына тапсырма, екінші топқа мына тапсырма. Бұл жердің дескрипторы әрбір әріпті кодтай алса 1 ұпай, жазылған сөзді таба алатын болса 1 ұпай келеді, топ мүшелерінің арасындағы белсенділік үшін 1 ұпай. Сендерге бір қағаз берем, топ болып, бірінші топ, екінші өздерің ақылдасып, қандай сөз жасалған, соны табасыңдар. Ал, тез-тез. Так, бірінші топ, мала, сендер біріншісі, бағалау парағының ішінде бар, соған қарап отырып орындау керек. Мына жерді қараңдар.
Бірінші топ кім қараңыздар. Иә. Или бөліп аласыңдар ма, өздерің қараң. Сендер екінші топ. Жазамыз да, үлкен қол жазасыңдар. Сен қалғандарымыз қараймыз. Бірінші әріпті сен қара деп бөліп алсаңдар да болады. Тез-тез қараң. Екіні қарап атсыңдар ғой, мынаны. Тез-тез. Ақылдасып, сендер де кіреміз. Қандай әріп екен бөліп алып, қандай сөз шықты. Бірінші әріпті мен алдым, екіншіні мен алдым деп. Сосын не сөз шыққан, маған айтын. Сендер бірсіңдер, иә. Әмина таптың ба? Қандай әріпті қарап атсың? Нешінші әріпті қарап атсың? Міне таптым. Бұны орта. Сарыжан таптың ба? Таптық міне. Қандай әріп таптың? Бір тоғыз. Сақ кесіп. Сақ кесіп. Бір қандай? Ай. Бір қандай? Біріншісі. Сто деген. Сто деген. Екі минуттарыңыз алып қалды. 2 минуттан кейін сұрайын. Сонда тез болады, жазып отқан уақыт алады ғой. Аға тек шеш, көмектесеш қыздарға. Соңғарып қарай нері бекпейді. Нешісіз болма, қайсы соңғысыңдара. Соңғарып мынау деп айтып. Қыздар, нешінші әріпке келіп жатсыңдар? Ұлдар қайсы? Қады жағына кестеден қарайсыңдар, кестеден. Екілік болып қайсы, мына жағы әріп қандай әріп келіп тұр, дәл бірдей. Орындарымызға отырамыз. Тұсаукесер қазақтың салт дәстүрі ма? Андай салт дәстүр қай уақытта қолданамыз? Бір жасқа толғанда қолданамыз дейді, сосын? Жарайсың, иә. Сосын тұсаукесер қай уақытта? Қандай салт дәстүр? Бір жасқа толғаннан кейін оның тұсауын кесіп және ол дұрыс
Иә, өте жақсы. Иә. және оны кез келген адамға жасап істемейді. Үлкен адамдар Иә. Қадірлі, сыйлы, түзу жүретін, дұрыс жүретін адам. Тағы қай жерде қолданады тұсаукесер? сатылғаннан кейін және оны дұрыс жерге әсер етті. Иә. Аяғы түзу өсіп және оны кез келген адамға кестіретін сыйлы бағалы адамдарға үлкен кісілерге кестіреді. Иә. Жақсы жүретін, халыққа сыйлы, білімді адамға не істейді? Кестіреді. Иә, сол адамдай болсын деп ырымдайды қазақтар, тұсаукесерді бәріміз біледі екен. Жақсы, мен сені оқи білейін. Сағынай, сен неше әріп таптың? Қандай әріп мынау? Қандай әріп? Қалай таптың? Екі ұпай Сағынайға. Айден сен белсенді қатысып отырды. Айденге 3 ұпай. Жазамыз нелеріңізге. Иә, қай әріп таптың? Бір әріп таптың ба? 1 ұпай. Мынаған 1 дейді. Мынада неше жинады? Мынаны жазып отырсың ғой. Ташап тастасың ғой. Жақсы, сен 3 ұпай. Азизге 3 ұпай жарайсың. Мақсатқа 1 ұпай. Мақсат көп араласқан жоқ, қарап тұрмын. Таптың ба? Тұтшын ма? Айтшы, бірінші әріпті қайсысы? Екінші әріп, үшінші әріп, Жарайды, 2 ұпай деп. Аминаға 3 ұпай. Амина жақсы араласып жүр. Белсене балдардың бәрі жүгіріп жүр. Жақсы, сіздер таптыңыздар ма? Екінші топ. Екінші топ әріп алмайыңызға уақыт болды уже. Қандай сөз шықты? Ала алмадық па не? Қайсы не? Бірінші әріпті айтыңызшы. Тама не бір? екінші топ. Қайсы? Жоман? Сендер үлкен әріппен қараласыңдар ғой бәрінде? Так, 0-1, 0-1, 0-0-1, 11 деген С деген, С деген әріп. Екінші әріп не? 0-1, 0-1 деген қайсысы? 0-1, 0-1. Иә, У, яғни Ы. С-Ы-Ыр. Ары қарай не деп ойлайсыңдар? Қандай салт дәстүрге келеді деп ойлайсыңдар? Сырға салу сендер. Я отыра орындарына. Жақсы, енді таба алмадыңдар, аша алмадыңдар, бір ұпайларын кемейді барлығының. Так, енді сырға салу. Белсене араласқан. Белсене. Ұлдайға 2 ұпай, 1 ұпай, 1. Сосын қыздарға 1-1-1. Жазамыз. Так, сырға салу. Айғара айтшы маған. Сырға салу қандай? Қазақтың салт дәстүрі. Оны қыз ұзатқанда, қыз ұзатудың алдында сырға ол күйеу жігіттің үйіне әкеліп, қыздың сырғасын салады. Қыз жаққа барып, күйеу жігіт сырға салып, қалыңдыққа істейді, сырға салып, жазып, құдалармен ақылдасып, той күнін естеп, 2 жас естейді. Той қамына кірісетін алдын-алы уақытта сырға салу. Бұл қыз балалардың ұядан ұшатын кезде жасалатын қазақтың салт дәстүрі. Түсіндің ме? Тағы кім біледі сырға салу? Не ету болады? Жақсы, айғара 2 ұпай қоямыз онда. Білеміз ғой, да? Иә, айтыңыз қадыр. Сырға салу дегеніміз жігіт әйел жаққа барып қалыңдыққа әйелдің құлағына сырға салады. Сырға салады. Неге тағы салады? Той алдында той қалыңдыққа сырғаны салады. Бұл біздің енді неміз деген сөз. Біз жақтың адамы деген сияқты ырымдар. Бұрынғы кезде сол құлағында сырғаға қарап атастырылғанын сондайды сол сырғадан білетін болған. Түсініңдер ма? Жақсы, жарайсың. Қадыржанға 2 ұпай. Жақсы, келесі тапсырма. Ары қарай қараймыз енді біздің айтар роботымызға. Оқушылар бұл мәдени Мәдени қалғанын тапсырмасын орындай алдық деп ойлаймын. Енді
Жарайсыңдар балалар, мәдени қалада қазақтың дәстүрін жандандырдыңдар. Келесі роботтың тапсырмасы аялдамасына жеттіңдер. Сөздердегі ақпараты көлемін санап салыстыр. Қай сөзде ақпарат көлемі үлкен? Енді бұл жаңағы жеке жұмыс. Мәдени мұраны жандандырдық қой жаңағы салт-дәстүр. Келесі әркім өзі жұмыс парағын алады. Жұмыс парағында екінші тапсырманы дәптерге орындайды. Бұл жерде неше бит бар? Ақпарат көлемін анықтаймыз. Тез-тез дәптерге орындаймыз. Сосын маған айтасыңдар. Бұл тапсырмаға да балдар 2 минут уақыт береді. Тез-тез әркім өз орындайды. Сосын қол көтеріп маған айтады. Или маған көрсетіңдер, мен дұрыс деп айтамын. Бұған неше болды? Өте жасайын. Қайсы? Бірінші байтқа айналдырасың, содан кейін битке айналдырасың. Бірінші байт. Қайсы? 11 байт. Бір ұпай битке айналдырмапсың. Ана біріңе бір ұпай деп жазсын. Қайсы? Ол емес, жұмыс парағы дәптерін қайда? Екінші неге бедеміз түрін. Жұмыс парағы қайда? Жұмыс парағы дәптерін емеді, бейтін жаңағы мындай. Нешейді ма? Мынаны орындайсыздар ме? Неше бит? Дұрыс айға 8. 11 байт, дұрыс. 2 байт. Қайсы? 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 Көрсете ғой. 11 байт. Дұрыс, я. 1 байт толып алды. Екінші көрмедің ба? Сен қайсы? Неше оқынан есептерің ба? Есепте албай отырмын. 0 байт. Қайсы? Так, 11 байт. Өте дұрыс, я. 2 пайды жазаға жұмыс барам. Дұрыс, 2 пайды жазаға. Сен қайсы? 8 бит, 11 байт деген. Көрсеміз 1 байт болды. Қате? 1 пайды битке айналдырмыз. Так, болдық қой, бәрін бал қойдым ғой, қойдым. Жақсы. Бұл жерде сонда балдар информатика дегенде неше байт бар екен? 88 байт. Неше байт? Байт. Битке айналу үшін 8 байт. Неше бит бар екен? 88 бит бар. Түсіндіңдер ме? Каждый бір әріп бір символ ғой. Түсіндіңдер ғой? Мана видеода айтты ғой, бір символ тең бір байтқа дейді. Ешқандай қиындығы жоқ. Күйік балдар тәте жүйесі. Жарайсыңдар балалар, мәдени қалада. Жарайсыңдар. Келесі жұптық жұмыс болашаққа хат аялдамасы. Енді көршілерімізбен жұптасамыз, ноутбукты аламыз, бір-бірімізге екілік код арқылы хат жолдаймыз. Түсініңіз, бір-бірімізге айтпаймыз. Мысалы, Сағынаймен Әмина жұп болады, вортқа кіре қойыңдар. Сен Сағынайға сәлем немесе қалайсың деген бірдеңе жазасыңдар. Күнде жазып жүрміз ғой чатта. Сондай сияқты бір сөзден жазасыңдар. Или атымен жазсаңдар да болады. Сен кім екеуің бірге, бұл жерге жақындай ғой. Екеуің жұп боласыңдар бірге. Бір-біріңе хат жазасыңдар. Бірінші жазайын, сосын ауыстырып, кодтан айырасыңдар. Не деп жазғанын? Түсіндіңдер ме қыздар, балдар? Бір-біріңе көрсетесіңдер да не деп жазғанын айтасыңдар. Вортқа кіре қойыңдар. Апай өкілмеді. Вортқа кірсің, бірінекеуіңді білесіңдер. Сен Әминаға хат жазасың. Түсінің ба? Тек 2 сөз жазсаңдар жетеді. 2, бір немесе 2. Сосын Әмина ашады сені не деп жазғаныңды. Түсіндіңдер ма? Сен кімге жазасың? Назеркеге жазасың. Вортқа кір, тез-тез үлгермейсіңдер. 5 минут уақыт берем. Екілік кодпен жазамыз.
Так, жұптасамыз, мына жерде де жұптасамыз ғой. Екі-екіден. Айқара сен Қадыржанға жазасың, Қадыржан Айқараға. Былай жұптасамыз. Түсіндіңдер ма? Ал жазамыз. Борт қайтып жаза береміз. Ана ноутбук маған береді. Жоқ, сен келсе жаза бер. Ал жазамыз тез қылса үлгермейсіңдер, тез кодпен жазыңдар, дұрыс тапса дұрыс деп айтасыңдар. Жақсы, бұл жерде де дескрипторын айтып жіберейін, балдар. Сөздерді кодтай алсаңдар, бір ұпай аласыңдар. Сөздердің мағынасын, жаңағы досыңның хатын оқи алсаңдар, бір ұпай аласыңдар. Түсіндіңдер ма? Бір сөз болса да жазың. Мына хатта каждый сөздің арасы әркім ашшылыға шатасасыңдар. Ана бала қалышы. Әркім көрсетпең, әркім сен өзі білуің керек. Мынау шешу керек сенікін. Түсіндің ба, не деп жазғанын? Не деп жасайын жатсың? Әріпті осымен жасайсың, дұрыс-дұрысын ала бересің. Қай әріпті жатсың? Сегіз болу керек қой, сегіз нөлме бірдің біреу болу керек. Жаз төбейін жазасың мынаны. Сосын арасын ашасың. Соғыздан 0-1-0-0 неше нөлдер жүреді? 5-0-2-11-де. Сол, дұрыс қой. 0-1, сау. 1-2-3-4-5. 5-0-1. 4-0-1. Осы сау. Ағар істейін. Әріптерді естемей. Жүздерін ашып алып. Болды бір сөз ба? Бір сөзде, енді астына түсті екіншісін жаз. Өзі шешін. Bir söz жазсаңдар, екінші сөз астына жазың, шатаспас үшін. Неше бет қалған қарайын. Bir сөз жазсаңдар да жетеді балалар. Bir сөзден жаза қойшы. Сосын ана шері беріп бір-біріміз арайын ашасыңдар. Bərimiz qo'shimizga bera qo'yaq. O'g'limga maqsad, endi kazaminga senga ashib oldi. Ikki o'rni o'tirasizlar. O'rinlarni dostirib, so'sin endi ashib. Hamma sen bo'lma. Yurguncha so'sin o'rinlarni dostirib, ne yozgan o'qisizlar. Ayni bo'lma sen. Екі орындарында olsun, ашын. Қандай сөз жасырғандарың ашын. Саған аңды отырсын. Айлы мұнда. Әмина сен мұнда кел. Болдың ба сен? Екі орындарында olsun. Енді сен аш екі кодтан шығар. Мақсат қалай берсін сен. Әмина саған не деп жазды соны қара. Екі код аш. Назерке болдың ба? Сен болдың ба? Назерке масқалап, Назерке есепке. Bir söz yazın ya. Al, olsamız. Al, yedi tağlamız. Kım
шеш, не әріп тапқандарыңды. Иә? Қандай әріп жазғаныңды астына жаза бер. Бір сөз жарайсыз ол. Бір әріп бар, тағы қайда? Мен жаңа сөзін шығарып сен бір әріп шақтырдың. Қарашы осыны. Не деген сөз екен? Іздеші осыны. Мынаған қара. Кітаптан қарайсың. Мынау не әріп астына жазасың осыны. Алдасың. Так, Каусар істей алмайсың, да? Сен тексеріп қарай аласың ба? Білесің ба қалай тексере аласың? Не сөз шыққан? Және сен күнге көмектесші. Аша аласың ба көрек дейді. Саған заттанмай жоқ бұл. Құпай азыланып жүр. Иә, иә, кім тапты? Айдай, тағы не жазды саған? Сәлемдері дұрыс па? Тағы дұрыс па? Дұрыс, 2 ұпай саған. Саған не деп жазды? Сәлем деп дұрыс па? Иә, 2 ұпай, екеуің 2 ұпай деп жаздың. Үшінші тапсырмаға 2 ұпай деп жаздың, бағалау парақтарына жаздың. Сен не деп жаздың? Тек сәлем деп дұрыс па? Бәрі сәлем деп жаздың ма? Дұрыс па? Иә, 2 ұпай жаздың. Сәлем, Әмина не деп жазды? Әмина. 2. Әмина сен табадың ба, таппадың ба? Мақсат, сәлем депсің ба? 2. Әмина 1 жеп жазасың, 2. Жақсы. Айғара таптың ба? Шығар? Таптың ба қазірдан сен? Не деп жазды саған? Сабалдың ба? Сәлем ба, дұрыс па Айғара? 2 ұпай деп жаздың өзіңе. Өзіңдікіне жаз. Не деп жазып едің Қадыржан енді? Сәлем. Жаз, 2 ұпай. Жақсы. Сен не деп жазған? Дұрыс па? Мақсат дұрыс па? Сәлем деп жазғаны? Әлихан дұрыс па? Дұрыс сен, өзіңе 2 ұпай қой. Әлихан сен таптың ба? Не деп жазды? Дұрыс деп жазды ба? Дұрыс па? 1 ұпай. 1 деп жазды, жұмыс барамын. Жайна, көмектестің ба? Каусар, сен тек таптың ба? 1 ұпай деп. Сен не орындалың? Жақсы. Болды. Аяқтадық та, ұпайларымыз түгел жаздық қой. Өте жақсы. 3-ші тапсырмамды аяқтадық, тынышталайық. Енді маған қараймыз. Так, осымен 3 тапсырманы аяқтадық. Енді бүгін бекіту сұрақтарын қойғым келіп тұр сендерге. Тез-тез осыған 3-4 сұраққа жауап бере қояйық, сонымен сабағымыз уақытымызда болып қалды. Маған қараңдар барлығын. Маған қараң. Кім қол көтеріп жауап береді? Бүгін сұрақты түсіндік па? Қарайық. Так. Так. Ақпараттың көлемін анықтау үшін ақпараттың қандай өлшем бірлігі қолданылады? Айғара? Байт және бит. Қанша символ бар? Я саған айтамын. 256 символ бар. Өте жақсы. Екілік алфавитті қолдану арқылы ақпаратты ұсыну деп нені айтамыз?
Екілік алфавитті қолдану арқылы ақпаратты ұсыну деп не айтамыз? ASCII коды. Екілік алфавит қолдану арқылы ақпаратты не деп айтамыз бүгінгі тақырып бойынша? ASCII коды. Екілік не? Мағына не істеп жатырмыз? Дұрыс, екілік кодтау. Ақпаратты кодтаудың қандай әдістері бар? Мақсат айтып жүрді. ASCII коды. Иә. Яғни не істейді? ASCII кодымен кодтай аламыз. Есептеуіш техникасында ең көп пайдаланатын код екілік код. Дұрыс. Отырамыз. Жақсы балдар. Бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Енді Айдар робот не дейді екен? Бізді сабағымызды орындай алдық па, өте алдық па? Соны тыңдап жүрейік. Оқушылар, сендер барлық кедергілерден сүрінбей өттіңдер. Сендер сандық елдің азаматтары атандыңдар. Сендермен жұмыс жасағаныма қуаныштымын. Жақсы, жарайсыңдар. Яғни біз сандық елдің азаматы атаналдық па? Енді мен сендерге жаңа басында не дедім? Бағалау парағы бердім, ұпайларын жазып, маған жинай қойыңдар. Барлығын қосын. Ана, ұпайларын бар ғой жинаған. Барлығын қосып маған жазып бере қойыңдар. Енді үй тапсырмасын алайық. Екілік ақпаратты ұсыну дейді. Осы уақытты қарап келеміз. Сосын кітабымыздың соңында тапсырма бар. Үйде орындайық деген 29-ші бетті қарайшы. Үйде орындайық деген тапсырма бар ғой. Соны жаңағы ASCII кодына салып, ашып, орындап келесіңдер. Түсіндіңдер ме? Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяғына жетті. Енді кері байланыс жасап жүрейік. Бірінші топтан бастап, мына жерде сабақты түсінбесеңдер түсінбедіңдер қызыл батырманы басасыңдар. Сұрақтарың бар болса сары, сабақты түсінсеңдер жасылды басасыңдар. Ал жайлап келіп не істей қойын. Жақсы. Келесі. Шуламайыз. Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды.